Сіз жұмыртқаны күнде жейсіз бе? Ал ол ағзаңызға қандай жағымды әсерін тигізеді? Сол жұмыртқалардың дәл қай түрі пайдалы басқаларына қарағанда? Ең абзалы қандай жұмыртқаны және неше данасын күнделікті жеу керек? Дәл осы видеода біз осы сауалдарға жауап таптық. Құрметті оқырман, менің видеоларымды 70% адам тіркелмей көреді екен. Сіздерден үлкен өтініш, осы айда 5000 оқырман жинауға көмектесіп, маған тіркеліп өтіңізші. Құрамында ағзаға қажетті пайдалы заттар бар. Бұл тауық жұмыртқасы өзі даярлауға да жеңіл келеді. Бірақ жұмыртқаны күнделікті жеуді қоштайтындар да және зиян деп санайтындар да баршылық екен. Жұмыртқа туралы кім не айтса да, оның құрамындағы пайдалы ақуыздар мен майларды, витаминдер мен минералдарды жоққа шығара алмайтыны хақ. Сондықтан зерттеушілердің жұмыртқаны міндетті түрде тұтыну керек деген пікірмен келіспеске амал жоқ. Күніне бар болғаны 2 дана жұмыртқа жалпы ағзаның сергектігін сақтап, өзіңізді күні бойы жақсы сезінуге көмектеседі. Сонымен қатар иммунитетті көтеріп, қан айналымды жақсартады. Ал енді жұмыртқаны қалай ең пайдалы әдісімен тұтынған жөн? Осы сауалға жауап берейік. Көптеген елдердің тұрғындары жұмыртқаны әртүрлі жейді. Біреулер шала қайнатып жесе, енді біреулер омлет жасап немесе қатты қызған майға шикі қуырып жейді. Әр кезде де тағамның құндылығы жоғалмайды. Алайда шала қайнаған жұмыртқа қауіпті болуы мүмкін. Себебі құрамында сальмонелла деген зат қалып қойса, ол зат ішек құрылысының жұмысын бүлінуге әкеп соғады. Және тағы бір айта өтетін жайт, шала қуырылған кезде жұмыртқада бактериялар тірі қалып, ағзаға түскенде асқынулар болуы мүмкін. Ең дұрысы жұмыртқаны қайнаған суға салып 10 минут қайнатып жеген абзал. Ол кезде жұмыртқа толықтай зиянды заттардан арылып, тек пайдалы минералдар мен витаминдерді бере алады. Алайда жұмыртқаның құрамында сальмонелла деген зат болмаса, онда қалай тұтынғыңыз келсе де ішеп-жей беруге болады. Тіпті шикідей ішуге де болады. Үй тауығының жұмыртқасы мен дүкеннен алған жұмыртқаның айырмашылығы қандай? Құрамындағы құнарлы заттар 2 түрінде де кездеседі. Ал жұмыртқаның дәмі негізінде тауықтың жейтін тағамына және тұратын табиғи ортасына тікелей байланысты. Әрине, бұл кезде үй жағдайында өмір сүріп жатқан тауықтың жұмыртқасы пайдалырақ көрінеді. Себебі олар жеткілікті күннен витаминдер алады, жасыл шөпте жүреді, ал бұндай жағдай тар қапаста жатқан фабрикат тауықтарда жетіспейді. Сонымен қатар, фабрикадан шыққан жұмыртқаларда антибиотиктар мен гормондар болуы мүмкін. Себебі онда инкубаторлар тауықтарға ауырмасын деп неше түрлі дәрілер егеді. Сондықтан табиғи ортада өскен тауықтың жұмыртқасы дәмді әрі басқа бөтен заттардан таза болады. Ал негізгі құрамы екеуінде де бірдей. Әр күн сайын жұмыртқаны жесе не болады? Ағзаға күнделікті табиғи минералдар мен ақуыздар келіп түссе, ол мынандай көріністер табады. Миыңыздың жұмысы жақсара түседі. Себебі жұмыртқада залин заты бар. Ол мидағы жасушаларға қажетті зат болып табылады. B9 дәрумені мен фолииннің арқасында қан айналым жақсарып сергектік сезіне бастайсыз. Жұмыртқадағы лютеин көзіңіздің анық көруін сақтайды. Ал витамин D тістің саулығын сақтап, сүйектерді нығайта түседі. B тобындағы жұмыртқада кездесетін витаминдер нерв жүйесіне жағымды әсер етіп, күйзелістің алдын алады. Қан құрамындағы холестеринді ретке келтіреді. Жұмыртқа жоғары холестеринді өнім саналады. Оның құрамында 212 микрограмм холестерин бар. Бірақ бұған қарамастан жұмыртқаны тұрақты пайдалану қан құрамындағы холестериннің артуына түрткі бола алмайды. Холестерин артерияда жиналып, қышқылданғандықтан ағзаға зияны келтіреді. Алайда жұмыртқаның құрамындағы холестерин тез ыдырататын антиоксиданттарға бай. Ақуызға бай адам ағзасы ақуызды синтездеу үшін 21 түрлі амин қышқылын тұтынады. Оның 9-ын ағза өздігінен өндіре алмайтындықтан күнделікті жеген тағамымыздан алады. Ал жұмыртқа амин қышқылы мен пайдалы ақуыздарға өте бай. Сонымен біздің видеоға лүпіл қойып, арнаға тіркеліп өтіңіз. Сіздің болмашы әрекетіңіз менің үлкен мақсатыма жеткізер еді. Ал видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе өтіңіз.